Жаңа жыл қарсаңындағы қарбалаш шегіне жеткен еді. Ұзақ ауысымнан соң сілесі қатып шаршап келген Әлияны енесінің үйінде жылы жүзбен қарсы алудың орнына нағыз суық душ күтіп тұрды. Енесі есіктен кірмей жатып: «Сен ақымақсың ба? Әлде ақымақ болып көрініп тұрсың ба? Тамақ қайда? Саған айтып тұрмын», деп айқайға басты. Күйеуі болса: «20 шақты қонақ келе жатыр, дастарқан неге бос?» деп әйелін ақылдан алжасқандай көріп, саусағымен самайын нұқып тұрды. Бәрі қалай басталды? Әлия емшара бөлмесінен шығып, қолғабын қоқысқа тастады. 23 желтоқсан. Күн еңкейіп, Алматының қысқы ақшам шапағы қаланы ерте қараңғылыққа бөлеген еді. Жаңа жыл алдындағы Достық даңғылындағы жекеменшік клиниканың іші антисептик пен шыша иісіне аңқып тұр. Тіркеудегі Лена жасанды шыша әкеліп, оны жотырақтармен безендіріп қойыпты. Пациенттер мәз болып суретке түсіп жатыр. Ал Әлия сынамалар салынған науаны тасыған сайын шышаның бұтақтарына сүрініп қала береді. Әлия осы жекеменшік клиникада медбике болып істегеніне 3-ші жыл. Колледжден кейін бірден осында орналасқан. Клиникада Алматының ауқатты тұрғындары емделеді. Жалақысы 250 мың теңге. Жұмысы ауыр. 12 сағат бойы аяқтан тік тұрған соң, кешке қарай саусақтары үйіп, табаны сыздайды. Бірақ ақшасы уақытылы, ұжымы да жақсы. Кешкі 7-лер шамасында телефонына Арманнан хабарлама келді. «Келе жатқанда нан мен сүт ала сал. Өтінемін. Қиын болмаса» деген сөздер жоқ. Жай ғана міндеттеу. 3 жылдан бері осы. Танысқанда Арман логистикалық компанияда істейтін. Табысы жақсы. Гүл сыйлап, мейрамханаға барып, әдемі сөйлейтін. 6 айдан соң үйленіп, Орбита ақшам ауданынан пәтер жалдады. Ипотекаға ақша жинаймыз деп уәде берген, бірақ Арман 3 айдан соң жинауды қойды. Бірде су жаңа көлік алғысы келеді. Бірде достарымен Алакөлге кетіп қалады. Зейнеп апамен неке қиғанның ертесінде танысты. Арман оны енесі жалғыз тұратын орталықтағы Сталинка үйіне алып барды. Зейнеп апа оларды есік алдында гүлді халатпен, басына орамалын биік етіп байлап, қабағын түйіп қарсы алды. Әлияны бастан аяқ бір шолып шықты да: Армажанның таңдауы осы болса, тек тамақ істеуді білсем болғаны», деді. Арман күліп: «Мама, бұл медбике ғой, қолы алтын», деп анасын құшақтады. «Медбике дейсің бе? Укол салғаның жақсау, бірақ ерінді баға білуің маңыздырақ», деп міңгірледі енесі. Алғашқы жаңа жылды осы үйде қарсы алды. Арман: «Тек өзіміз ғана боламыз. Сен, мен және мамам», деп ант су ішкен. Әлия сеніп, үйінде бауырсақ пісіріп, салаттарын жасап, бәрін таксимен тиеп әкелді. 31 желтоқсан кешкі 7-де есікті ашқанда жағасын ұстады. Үйде 20-дан астам туыс-туған жиналып тоған. Ас үйде тау болып үйілген кір ыдыс, дастарқанда тек кесілген нан ғана тұр. Зейнеп апа шыға келіп: «Әлияжан, келдің бе? Біз сені күтіп қалдық. Арман бәрін дайындап әкеледі» деген. «Кәне, тездетіп, мыналарды жылытып, тарт. Қонақтар ашығып отыр», деді. Әлия үндемей ас үйге кірді. Сол түні таңғы 3-ке дейін ыдыс жуып, қонақ күтті. Арман болса, қонақ бөлмеде жезделермен отырып, мәз мейрам болып әңгіме айтты. 2-ші жылы да дәл осы жағдай қайталанды. Арман тағы да «тек өзіміз» деді. Бірақ 25 адам келді. Зейнеп апа: «Ой, өткен жылғыдай бәрін өзіммен ала келеді деп ойлаппын», деп ештеңе білмейтін адам сияқты отыра салды. Әлия сол түні үйіне жеткенше жылап келді. Арман тіпті байқағанда жоқ, қорете түсті. Енді міне 2024 жылдың соңы. Әлия бәрінің тағы қайталанатынын сезді. Бірақ бұл жолы ол сақтанып қалған еді. Кешкі 8:30-да үйіне жетті. Арман диванда телефонға үңіліп, футбол кәдесі мен чипсы қалдықтарының ортасында отыр. «Сүт алдың ба?» деді Арман басын көтермей. «Алдым. Тыңдашы,
Жаңа жылда мамаңның үйіне барамыз ба? Қонақ шақырмайды ғой. Иә, тек өзіміз. Мамам ешкімді шақырмаймын деп уәдеде берді. Әлия ас үйге өтіп, сүтті тоңазытқышқа салды. Алдыңғы 2 жылда да солай дегенсің, деп іштей күрсінді. Лена оған аянышпен қарап тұр екен. Әлия, шыда енді. Мүмкін, бұл жолы шынымен үшеуің ғана боламыз. Деді Әлия шайын ұрттап жатып. Сол күні кешке үйге келгенде, Арман диванда телефонға үңіліп жатыр екен. Әйелі кіргенде басында көтермеді. Әлия шешініп, жуынатын бөлмеге кіріп кетті. 15 минут бойы душ астында тұрып, бойындағы ауырлықты жуып шайғысы келді. Халатпен ас үйге шықса, раковинада тау болып, кір ыдыс иіліп тұр. Арман түскі асқа өзіне ролл алдыққан екен. Қораптары үстел үстінде шашылып жатыр. Әлия үндемей жууға кірісті. Әйтпесе ертең бұдан да сорақы боларын біледі. Жарты сағаттан соң Арман есік алдына келіп: «Не, ренжіп қалдың ба?» деді. «Жоқ, ренжідің, көрініп тұр. Тыңдашы, жұмыста мазаңдалғаным үшін кешірші. Жай, мамам уайымдап жатыр. Дастарқан әдемі болғанын қалайды». «Үшеуміз үшін бе?» деді Әлия Арманға бұрылмастан. «Иә, үшеуміз үшін. Басқа ешкім болмайды. Ешкім». Арман артынан келіп, белінен құшақтады. «Уәде беремін. Тыныш, отбасылық кеш болады». Әлия қолын сүлгімен сүртіп, оған бұрылды. Күйеуінің көзіне қарады. Арман баяғы өзі сенген сол бір пәк балаша жымиыпты. «Сен шынымен мені сенеді деп ойлайсың ба?» деп сұрағысы келді. Бірақ үндемеді. Тек бас изеді. Жақсы. 30 желтоқсан, демалыс күні. Әлия сағат 9-да оянды. Төсекте жатып, төбеге қарап біраз жатты. Арман қасында матрастың 4-тен 3-ін алып, қорылдап жатыр. Далада сұрғылт аспан, қар, пакет ұстаған сирек адамдар. Бәрі мерекеге дайындалып жүр. Әлия тұрып, үй киімін киді де, ас үйге барып кофе демдеді. Терезе алдына отырып, телефонын алды. Маңызды папкасын ашып, 27 желтоқсандағы скриншотқа қарады. «Тек үшеуміз боламыз, мамам уәде берді», деп мысқылдап қойды. Сағат 11-де Арман есінеп ас үйге шықты. «Кофе бар ма? Өзіне демдеп ал». Әлия шайын ішіп болып бөлмеге кетті. «Ей, неге ашулысың?» Арман соңынан қалмайды. «Тыңдашы, бүгін бірдеңе пісірсеңші, демалсың ғой». Әлия кілт тоқтап, артына бұрылды. «Менің 12 сағаттық ауысымнан кейінгі демалсым. Демалғым келеді». «Ой, 1 сағаттық жұмыс қой». Арман диванға қисая кетті. «Оливье мен шуба істеп тастасаңшы. Ертең кешкі 8-ге дейін жұмыстасың. Үлгермейсің ғой. Ертең жұмыстан кейін дайын салат сатып ала саламын». Арманның қабағы түйіліп кетті. «Дайын тамақ па? Мамам байқап қояды». «Жалқау дейді ғой сосын». «Айта берсін». «Әлия, қойшы енді, жаңа жыл ғой, даласпай-ақ қояйықшы». Әлия оған ұзақ қарап тұрды да, телефонын алып бірдеңе жаза бастады. Арман иығынан сығалады. «Бұл не?» «Тізім. Егер салат жегің келсе, қазір дүкенге барып азық-түлік әкел. Мен дайындаймын. Бірақ заттарды түгендеу сенің міндетің». Арман мұрнын шүйірді. «Мәссаған, мен енді дүкен аралап жүрім керек пе? Мен жүрім керек пе?» Арман үндемей қалды да, теріс бұрылды. Әлия оған тізім ашылған телефонын ұсынды. «Міне тізім. Майонез, картоп, сәбіз, жұмыртқа, шұжық, бұршақ, селедка, қызылша бар». Арман тізімге қарап, бетін тыжырайтты. «Жақсы, барайын. Тек кейін мынауың дұрыс емес деп мұрнымды шүйірме». Жарты сағаттан соң күрткесін киіп шығып кетті. Әлия жалғыз қалды. Теледидарды қосса, жаңа жылдық комедиялар мен жарнамалар жүріп жатыр. Жүргізушілер бақыт тілеп жатыр.
Әлия экранға қарап отырып, ертең осы уақытта Зейнеп апаның үйінде 15 адамның алдында неге тамақ істемегенін түсіндіріп отыратынын ойлады. Арман 1 сағаттан соң 2 пакетпен оралды. Міне, бәрін әкелдім. Қане, дайында? Әлия пакеттерді қарап шықты. Майонездің ең арзаны. Картоптары ұсақ. Сәбіздері қисық-қысық. Жақсы, деп күрсінді де, картоп аршуға кірісті. Арман телефонын алып, қайтадан диванға жайғасты. Әлия көкөністерді пісіріп, шұжықты турап, салаттарды араластырды. Сағат 3 болды, 4 болды, 5 болды. Арман диваннан басын көтермеді. Кешкі 7-де Әлия бітіріп, салаттарды тоңазытқышқа салды да, ыдыстарды жуды. Қолынан балықтың иісі шығып, арқасы сыздап кетті. Бәрін бітірдің бе? Жарайсың. Ертең мамама апарамыз. О қуанып қалатын болды, деп Арман керілді. Әлия жауап бермеді. Жуынатын бөлмеге барып, тағы да душқа түсті. Балықтың иісі мен шашауын жуып шайықсы келді. Шыққан соң төсекке қисая кетіп, көзін жұмды. 31 желтоқсан, таңертең сағат 7:30-да телефоны шырылдады. Әлия тұрып, киініп, сөмкесін жинады. Арман бүкіл төсекті алып, шалқасына жатыр. Әлия үндемей үйден шығып, метроға қарай тартты. Кешке бәрі тағы қайталанатын іштей сезіп бара жатты. Жұмыста кешегідей адам көп емес. Әлия процедуралар арасында телефонына қарап қояды. Сағат 11:30-да туыстармен ортақ чатына Зейнеп ападан хабарлама келді. Айналайындар, бүгін кешкі 8-де бәріңізді күтемін. Дастарқан жайнап тұрады. Қысылмай келіңіздер. Төменде тізім. Витя Жизди мен Лариса тәте, Люда тәте мен қызы, Сергей мен әйелі. Тағы бір 10 шақты туыстың аты жөні. Әлия мұны оқып, іші мұздап кетті. Арманға жазды. Мынау не қонақтар? Сен тек үшеуміз болады дегенсің ғой. Жауап жоқ. 1 сағат өтті. 2 сағат. Арман үндемейді. Сағат 3-те хабарлама келді. Енді мамам шақырған соң не істейін? Сен. Оливьенді істеп әкеле берші. Зейнеп апа алға адымдап, сұқ саусағымен Әлияны оқыды. Сен ақымақсың ба? Әлде ақымақ болып көрініп тұрсың ба? Тамақ қайда? Саған айтып тұрмын. Әлия енесіне үндемей қарап тұрды. Зейнеп апаның жүзі ашудан тырсып, жұдырығы түйіліп кетіпті. Артындағы туыстар бір-біріне сыбырлап, бірі мысқылдап, бірі басын шайқап жатыр. Люда тәте дауыстап, осылай шақыратта өздері дым дайындамайды, деп күңкілдеді. Арман Әлияның шынтағынан шап беріп ұстап, өзіне қарай жылқып бұрды. Көзі алайып, ерні кезеріп кетіпті. Бәрін дайындап әкелуің керек еді, оңбаған. 15 қонақ келе жатыр, дастарқан бос, деп самайын саусағымен шұқып көрсетті. Әйеліні ақылдан алжасқандай кекеп. Әлия шынтағым қысқан қолына, сосын оның бетіне қарады. Дауысы сабырлы, бірақ суық шықты. Қолыңды тарт. Не? Қолыңды тарт дедім, деп қайталады Әлия. Арман саусақтарын босатты. Әлия бір қадам шегініп, ас үйге көз тастады. Қолында оливье контейнері бар Витя Жизде, қабағы түйілген Люда тәте. Басына мұнара тұрғызып, жылтырақ қалат киген Зейнеп апа. Және қолында арағы бар Арман. 15 адам, бос үстел. Сағат кешкі 10. Жаңа жылға 2 сағат қалды. Әлия телефонын шығарып, Арманмен жазысқан хаттарын ашты. 29 желтоқсан. Арман, маман қандай сағат істейсің деп сұрап жатыр. 30 желтоқсан. Бүгін бірдеңе пісірсеңші, демалсын ғой. 31 желтоқсан. Сағат күндізгі 3. Мамам шақырған соң не істейін? Оливье болса да істеп әкелші. Ол телефонды Зейнеп апаның бетіне жақындатты. Міне, ұлымызбен жазысқан хаттарымыз. 29 желтоқсан. Ол сізге хабарласады.
Сіз белім ауырып тұр деп, салат сатып алуды сөйлесесіздер. 30 күні ол маған пісір деді. Мен 12 сағаттық ауысымнан шаршап келгеніме қарамастан. Ал бүгін сағат 3-те ол сіздің қонақ шақырғаныңызды жазады. Мен ол кезде жұмыстамын. Мен жұмыс кестемді 15 желтоқсанда ескерткенмін. Әлия қонақтарға бұрылып, телефонын жоғары көтерді. Бір апта бұрын Арман маған тек үшеуміз боламыз деп уәде берген. Міне, скриншот. Тек үшеуміз, мамам уәде берді. Мен сендім. Үшеумізге жететін салат жасап, үйге тастап кеттім. Бүгін кешкі 8-ге дейін жұмыс істедім. Мен медбикемін, кестені өзім таңдамаймын. Жұмыстан шыққанда чаттан 15 адам келетін көрдім. Өз ақшама Магнумнан мына дайын салатты сатып алып, осында келдім. Витя жезде контейнерді үстелге қойып, желкесін қасыды. Тоқтандаршы. Сонда Арман, үшеуміз ғана боламыз деп. Ал Зейнеп бізді шақырған ба? Дәл солай, деді Әлия. Люда тәте Зейнеп апаға бұрылды. Тома, сен не істеп отырсың? Неге адамдарды алдайсың? Мен алдаған жоқпын, деп шыңғырды Зейнеп апа. Келін болған соң өзі догадаться етуі керек еді ғой. Қалай догадаться етеді, егер күйеуі тек үшеуміз десе, деп Марина араласты. Зейнеп тәте, бұл ұят болады ғой. Зейнеп апа Маринаға тап берді. Бұл келін енені сыйлауы керек. Мен оны шаңырағыма қабылдадым. Ал ол маған тіл тигізіп тұр. Мен тіл тигізіп тұрған жоқпын. Әлия телефонын қалтасына салды. Мен тек 12 сағаттық жұмыстан кейін, соңғы сәтте айтылған 15 адамға тамақ істемеймін дедім. Болды. Арман айқайға басты. Енді не істейміз? Қонақтар аш отыр. Саған ұят емес пе? Маған емес. Саған ұят болу керек еді, деді Әлия нық дауыспен. Осыдан 2 жыл бұрын мен бірінші рет ас үйде жалғыз қалып, таңғы 3-ке дейін ыдыс жуғанда саған ұят болу керек еді. Сен Витя жездеңмен коньяк ішіп, мәз болып отырдың. Витя жезде ыңғайсызданып көзін тайдырды. Әйелі Лариса басын шайқап. Рас па? Мына қыз жалғыз істеп жүргенде сен ішіп отырдың ба? Деді. Мен оны өзі көмектескісі келеді деп ойладым, деп күңкілдеді Витя. Көмектесу? Әлия мысқылдады. 2 жыл қатарынан бәрін жалғыз істедім. Арман бір рет болса да ас үйге кіріп, жағдайымды сұрамады. Бұл жолы бітті. Ас үйде тыныштық орнады. Люда тәте күрсініп. Мүмкін курьермен тамақ алдыртармыз? Тәулік бойы істейтін жерлер бар ғой, деді. Доставка? Зейнеп апам мұрнын шүйірді. Қымбат қой. Кемі 50-60 мың теңге кетеді. Ал не істейміз? Бос үстерге қарап отырамыз ба? Марина телефоны шығарды. Арман Әлияға ұмтылып, иығынан ұстады. Тыңдашы, жүрші үйге. Кеше істеген салаттарымды алып келейік. Тез барып келеміз. Әлия оның қолын итеріп жіберді. Жоқ. Неге жоқ? Жоқ? Себебі жоқ. Сен бізді мазақ қылып тұрсың ба? Арманның дауысы шыңғырып шықты. Салаттар үйде тұр. Ал біз мұнда аш отырмыз. Ол салаттарды мен үшеуміз үшін жасадым. 15 адамға емес. Сондықтан не доставка жасаңдар, не өздерім дүкенге барыңдар. Мен неге кетім? Әлия бұрылып шоуға беттеді. Зейнеп апа соңынан жүгіріп, жеңінен ұстап алды. Қайда барасың? Қонақтар ше? Әлия тоқтап, енесінің мұнарадай шашына, жотырақ халатына, сосын қолында арағы бар Арманға қарады. Өте оңай. Зейнеп апа менің бүгін кешкі 8-ге дейін істейтінімді білді. Арман да білді. Бірақ бәрін менің мойныма іле салған ыңғайлы болды. Ол жұмыстан шаршап келіп, бәрін дайындап әкеледі. Біз күтіп отырамыз дедіңіздер. Мен енді бұлай істемеймін. Кештеріңіз көңілді өтсін. Зейнеп апа саусақтарын босатты. Әлия кіреберіске барып етігін киді. Есіктің тұтқасын ұстай бергенде Арман атып шықты. Беті қып-қызыл. Тоқта, сен кете алмайсың. Бұл менің анама, маған, қонақтарға деген құрметсіздік. Кете аламын. Және кетіп барамын. Мен мұны кешірмеймін. Сен бәрімізді масқара қылдым. Арман оның білегіне шап беріп ұстап, қатты қысты.
Әлия мұздай дауыспен. Жібер қазір, деді. Еш қайда бармайсың. Әлия қолын жылқып босатты да, сатымен төмен түсе бастады. Хекін қаңтар күні ажырасуға арыз беремін. Мамаңмен қала бер, екеуіне бірге жақсы болады, деп айқайлады да, есікті тарс жапты. Артынан Арманның «Әлия, тез қайтып кел!» деген айқай естиді. Салқын сусынды ұрттағанда, көпіршіктері тілін құтықтағандай болды. Әлия бокалын үстелге қойып, пиццаның тағы бір тілімін алды. Терезе сыртында отшашулар сатырлап, аспанды түрлі түсті шұғылаға бөледі. Аулада жастар мәз мейрам болып құшақтасып, бір-бірін құттықтап жатыр. Сағат 12-ге 5 минут қалды. Әлия диванға қайта жайғасып, бокалына тағы аздап сусын құйды. Теледидардан кері санақ басталды. 10, 9, 8. Әлия жүргізушімен бірге іштей санап отырды. 7, 6, 5. Даладағы ушу, музыка мен петардалардың даусы үдей түсті. 4, 3, 2, 1. Міне, түн ортасы. Жаңа жыл. Әлия бокалын көтеріп, перезеден атылып жатқан отшашуларға қарады. Сусынын ішіп, көзін жұмды. Пәтер ішінде тыныштық. Жанында тыныштық. 3 жылдан бері алғаш рет ешқандай айқай шусыз, біреудің мін тағусыз. Тек өзі ғана. Телефон дірілдей жөнелді. Бейтаныс нөмір. Тұтқаны көтерді. «Иә, Әлия», деді. Арманның даусы мас. Сөзі бұлды шықты. «Сен не істеп тастадың? Мамам еңіреп жылап отыр. Қонақтардың бәрі тарап кетті. 60 000 теңгеге Гловадан тамақ алдыртқық. Мамам дене тақысының жартысын соған құртты. Не бүлдіргеніңді түсінесің бе?» Әлия үндемей тыңдап тұра берді. Арман тоқтар емес. «Бәріне сен кінәлісің. Егер уақытында бәрін пісіріп әкелгенінде, мұндай болмас еді. Мамам айтады. Ол жаман әйел. Отбасын сыйламайды дейді. Мен енді ел-жұртқа не деймін? Бәрі әйеліне сөз өтпейді деп ойлайтын болды». «Өтпейді», деді Әлия ақырын ғана. «Бұдан бұлай маған әмірім жүрмейді. Не деп тұрсың? Тез қайтып кел. Мамамнан кешірім сұрайсың». «Мамаң айтып қой, ешқандай кешірім болмайды. 3 жыл бойы тегін қызметші болғаным жетеді. 2 қаңтар күні ажырасуға арыз беремін. Енді маған хабарласпа». Тұтқаны қойып, нөмірді бұғаттады. Теледидарды ауыстырып еді. Мерекелік бағдарлама жүріп жатыр екен. Әлия беті қолын жуып, айнаға қарады. Көзінің асты ісіңкі, шаршаған, бірақ жанары нық. «Жана жылынмен ақмақ қыз, ақыры есімді жидың-ау», деп өзіне жымиды да, көрпеге оранып, ұйықтап қалды. 1 қаңтар күні сағат таңғы 11-де оянды. Далада жарқыраған күн, шатырларда аппақ қар. Пәтер іші тап-таза, тып-тыныш. Ешкім айқайламайды. Тұрып, шәйнек қойды. Томастықшта кешегі 3 салат пен пиццаның қалдығы тұр. Телефонын аударып еді. 37 өткізілген қоңырау. 20 Арманнан. 15 Зейнеп ападан. 2 Витя жездемен. 14 хабарлама. Арман түнгі сағат 1-де жазған. «Әлия, мамам жылап отыр. Қонақтар кетіп қалды. 60 000 теңге доставкаға кетті. Сен әйел серістоғын елсің. Менің отбасымды сыйлауың керек еді». Сағат 3-те. «Мамам жарты сағат бойы жылады. Сені енді бұл үйге жылатпаймын» дейді. Таңғы 7-де. «Басым ауырып ояндым. Мамам бүкіл туысқа хабарласып шықты. Витя жездем жазып жатыр. Не болды деп. Не айтарымды білмеймін». Сағат 9-да. «Әлия, болды енді. Кешірім сұра. Мамам қартайған адам. Оған нервін жететуге болмайды». Арманным 3 минуттық аудио жазбасын қосты. Даусы әлі мас. «Тыңдашы, мен ойландым.
Иә, мүмкін бәрін дұрыс ұйымдастырмаған шығармыз. Бірақ мамам айтады. Әйел адам сезуі керек. Қашан көмек керек екенін дейді. Ол кісі жас кезінде ауысымнан кейін де үйді жарқыратып қонақ күтетін болған. Мамам қатты ренжулі. Витя жезділер тамақтарында тауыспай кетіп қалды. Мамам: Сәулеге үйленуің керек еді. Ол пысық еді деп мені кінәлап отыр. Қысқасы хабарлас, бәрін талқылайық. Әлия аудионы өшіріп бастады. Зейнеп апаның хаттарын ашты. Тез келіп кешірім сұра. Мені туыстардың алдында масқара қылдың. Мен ұлынды жалғыз өсірдім. Ал ол сен сияқты таспауырды тапты. Жүрегім ауырып тұр. Егер бірдеңе болса, сенің мойныңда. Әлия мессенджерді жауып, телефонын үстелге қойыпты. Терезеден аулада қар атысып ойнап жүрген балаларға қарады. Сосын таныс заңгер Кирилл Андреевичке жазды. Сәлеметсіз бе? Жаңа жылыңызбен. Ажырасу бойынша теңес керек еді. Ортақ мүлік жоқ. Сотсыз, ахат ЗАГС арқылы бітіруге бола ма? Жауап тез келді. Сәлеметсіз бе? Егер бала жоқ болса, және екі жақ келсе, болады. Бір ай күтесіздер. Егер күйеуіңіз қарсы болса, тек сот арқылы. 2 қаңтар күні сағат 3-ке келіңіз, сөйлесеміз. Әлия Каспиден мемлекеттік бажды төлеп, тоңазытқыштан салатты алып жей бастады. Оливье керемет шығыпты. Кеше осыны Зейнеп апаға көрсету керек еді. Міне, үшеумізге деп пісіргенмін деп. Бірақ қазір бәрі кеш. Бейтаныс нөмірден қоңырау түсті. Сергейдің әйелі Марина екен. Әлия, кешегі жағдай үшін кешірім сұраймын. Сергей екеуміз түнде ұзақ сөйлестік. Ол сенікі дұрыс деді. Зейнеп тәте, сені де, бізді де ұятқа қалдырды. Біз ең бірінші болып кетіп қалдық. Ол үйде айқай-шу басталды. Егер саған қиын болса, бізге кел, шай ішейік. Рахмет, Марина. Бірақ мен жалғыз болғым келеді. Түсінемін, өзіңді бағала. Сергей Арманға айтты. Өзің кінәлісің, әйеліңді сыйламадың деп. Әлия тұтқаны қойып ертеңгі күнін жоспарлады. Заңгер, сосын арыз. Арман қарсы болатыны анық. Демек сот 3-4 айға созылуы мүмкін. Бірақ оған бәрі біреді. Ол 31 желтоқсан күні сол үйдің есігін тар шауып шыққанда ақ еркіндікке шыққан болатын. Әлия нөмірді бұғаттап тастаған соң, Арман біреуден телефонын сұрап алған болуы керек. Тағы хабарласты. Тұтқаны көтергені сол еді. Әлия, бұл не қылғаның? Болды енді, жетер. Арманның даусы бұл жолы зор. Ашулы шықты. Мамам өзіне өзі келе алмай жатыр. Қам қысымы көтеріліп, жүрегі шаншып тұр. Егер ол кісіге бірдеңе болса, мен сені ешқашан кешірмеймін. Арман, деді Әлия, сабырлы, бір қалыпты дауыспен. Мен кеше айттым, 2 қаңтар күні ажырасуға арыз беремін. Солай болады. Ертең заңгерге барамын. Арғы күні өтініш тастаймын. Сәл үнсіздік орнады. Арман 5 секундтай үндемей қалды да, сосын баж ете түсті. Сен есінен ажырасқансың ба? Бір ұрыс үшін ажырасам екен? Бір ұрыс үшін емес, 3 жыл үшін. Қандай 3 жыл? Не деп тұрсың? 3 жыл бойы сенің отбасылық мерекелерінде жалғыз өзім аттай шапқаным үшін. Әлия диваннан тұрып, терезеге жақындады. Шешең мені қорлағанда, бір рет болса да, мені жақтамағаның үшін. Кеше маған мақау деп, саусағыммен самайыңды нұқып, мені жынды қылғаның үшін. Осы уақытқа дейін қай жерден қателескеніңді түсінбегенің үшін. Мен қателескен жоқпын, деп айқайлады Арман. Сен бос жерден жанжал шығардың. Жай ғана тамақты көбірек істей салуың керек еді, болды. Міне, мәселе осында. Әлия мысқылдап қойды. Сен әлі күнге дейін мені міндетті деп санайсың. 12 сағаттыр жұмыстан кейін 15 адамға тамақ істеуге міндеттімін деп ойлайсың. Әйел болған соң міндеттімін. Шешең солай айтқан соң міндеттімін. Арман,
Мен міндетті болудан шашадым. 2 қаңтарда ажырасамыз. Енді хабарласпа. Ол тұтқаны қойып нөмірді бұғаттады да, телефонды терезе алдына қойып далаға қарады. Күн астында қар шағылысып жатыр. Балалар мәз. Ата-аналары оларды суретке түсіруде. Өмір тоқтаған жоқ. Кешке Әлия тоңазытқыштан салатты жылытып, қара нанмен шай ішіп алды да, ноутбугын ашып, заңгер Кирилл Андреевичтің сайтын қарады. Ажырасу бөлімін оқыды. Егер күйеуі келіспесе, жауапкердің тұрғылықты жері бойынша сотқа талап арыз беріледі. Мемлекеттік баж 650 теңге. Қарау мерзімі 1 ай. Егер тараптардың бірі сұраса, сот 3 айға дейін татуласу мерзімін бере алады. Әлия 809 тіле күлімсіреді. Арман міндетті түрде сұрайды. Зейнеп апа сұратқызады. Ноутбугын жауып, диванға жатты. Далада петардалар әлі де атылып жатыр. Біреулер мерекені жалғастыруда. Әлия көзін жұмып, ертең жаңа өмір басталатынын ойлады. Армансыз, Зейнеп апасыз. Өзгенің ас үйіндегі таусылмайтын жұмыссыз. 2 қаңтар күні Әлия таңғы 9-да оянды. Пиццаның қалдығымен таңғы асын ішіп, киінді. Қара джинсы, сұр блузка, жеңіл күртке. Құжаттарын, паспортын, неке қию туралы куәлігін алды. Сағат 1:30-да үйден шықты. Кирилл Андреевичтің кеңсесі Алматының қақ ортасында, бизнес орталықтың 3-ші қабатында екен. Сәлеметсіз бе? Өтіңіз. Заңгер күлімсіреп қарсы алды. Сонымен ажырасу дейсіз бе? Жағдайды айтып беріңіз. Әлия қысқа қайырды. 3 жыл неке. Соңғы 2 жыл енесімен және күйеуімен текетірес. 31 желтоқсандағы оқиға. Кирилл Андреевич мұқият тыңдап жазып отырды. Түсінікті. Ортақ мүлік бар ма? Жоқ. Пәтер жалдаймыз. Көлік жоқ. Жиналған ақша да жоқ. Балалар ше? Жоқ. Күйеуіңіз келсе ме? Жоқ, әрине. Анасы қысым жасайды. Мені қайтаруға тырысады. Онда сот арқылы шешеміз. Заңгер басын изеді. Мен талап арыз дайындаймын. Сіз күйеуіңіздің тіркелген жері бойынша сотқа бересіз. Ол енесінің үйінде, орталықта тіркелген. Жақсы. Мемлекеттік бажды Каспийден төлей салсаңыз болады. 1 айдан соң бірінші отырыс болады. Ол татуласу мерзімін сұрауы мүмкін. Заң бойынша біз оған қарсы тұра алмаймыз. Бірақ 3 айдан соң бәрібір ажыратады. Әлия кеңес үшін 10 000 теңге төлеп кеңседен шықты. Дала қарайып қалыпты. Метроға бара жатып, 3-4 айдан соң ресми түрде еркін болатынын ойлады. Телефоны дірілдеді. Әріптесі Лена жазыпты. Әлия, жаңа жыл қалай өтті? Енеңнің үйінде болдың ба? Әлия тоқтап жауап жазды. Үйде болдым, жалғыз. Енеммен ұрсып, күйеуімнен кетіп қалдым. Ертең ажырасуға арыз беремін. Жауап бірден келді. Мәс саған, Әлия, қойшы, келейін бе, сөйлесейік. Олар Алматының ескі орталығындағы шағым кофеханада кездесті. Лена Әлияны құшақтап демеу көрсетті. Құдай-ау, Әлия, мен шошып отырмын. 3 жыл бойы қалай шыдадым? Шыдадым. Өзгереді деп ойладым. Өзгермеді. Дұрыс істедің. Ондай байдан басың аман болсын. Мықты бол. Мен қасындамын. Кешке үйге келгенде Кирилл Андреевичтен хат келді. Талап арыз дайын. Әлия оны оқып шықты. Бұдан былай бірге тұру мүмкін емес болғандықтан, некені бұзуды сұраймын. Құжатты флешкаға сақтап қойды. Сол күні кешке бейтаныс нөмірден тағы қоңырау соғылды. Иә, Әлия. Бұл Витя жездеммін. Таныдың ба? Таныдым. Тыңдашы айналайын. Мүмкін босқа кетіп қалған шығарсың. Басқаша шешуге болар еді ғой. Зейнеп тәтенің жағдайы мәз емес. Қан қысымы ойнап тұр. Арман болса есеңгіреп қалды. Мүмкін қайтып келіп кешірім сұрарсың. Бәрі ұмытылар. Әлия бір сәтін демей тұрды да, ақырын ғана. Витя жезде. Осыдан 2 жыл бұрын таңғы 3-ке дейін менің жалғыз өзім ыдыс жуғаным есімізде ме? Деді. Есімде.
Сондай бірдене болған. Ал сол кезде Арманның сізбен бірге коньяк ішіп әңгіме айтып отырғаны ше? Ол да есінде. Міне, жезде. Мен бәрін ұмытқан жоқпын. Сондықтан кешірім сұрамаймын. Қайтып бармаймын. Сау болыңыз. 3 қаңтар күні Әлия талап арызды басып шығарып сотқа апарды. Орталықтағы Зейнеп апаның үйінің қасынан өтіп бара жатып, 4-ші қабаттың терезелеріне көз салды. Ішінде ешқандай өкініш болмаған соң, өзіне өзі таңғалды. Соттың кеңсесінде құжаттарын өткізді. Печать басылды. Процесс басталды. Метроға бара жатқанда тағы бір бейтаныс нөмір хабарласты. Зейнеп апа екен. Көршісінің телефоннан соғып тұр. Әлижан, айналайын, келіп сөйлесейікші. Мен де қызуқандылық танытқан шығармын. Мереке ғой, нерві деген. Арман байғұс ішіп жеуден қалды. Қайтып кел, бәрін ұмытайық. Зейнеп апа, мен бүгін ажырасуға арыз бердім. 1 айдан соң сот. Арманға шақырту келеді. Тұтқаның ар жағында тыныштық орнады. Сосын енесінің даусы бірден өзгеріп, ащы шықты. Не дейді? Ойбай, сен не білдіріп жатырсың? Мен саған рұқсат бермеймін. Сіз рұқсат бермейтіндей, мен сіздің меншігіңіз емеспін. Сен әлі өкінесің, деп шыңғырды Зейнеп апа. Мен Арманды баптаймын. Ол сотта сені масқара қылады. Мен адвокат жалдаймын. Сенің оңбаған әйел екеніңді дәлелдейміз. Дәлелдеңіз. Әлия мысқылдап телефонды өшіріп тастады. Келесі 3 апта тыныш өтті. Әлия жұмыс істеді. Кешке үйіне келіп, өзіне ұнайтын тамақты пісіріп кино көрді. Арман бірнеше рет бөтен нөмірлермен хабарласты. Әлия трубканы алып, оның айқайын сабырмен тыңдап, шешімінді өзгертпеймін, деп қайталап, өшіріп тастап отырды. 25 қаңтарда соттан шақырту келді. Отырыс 5 ақпанға белгіленіпті. Әлия жұмысынан сұранып, дайындалды. Бұл оның жаңа өміріне жасаған ең үлкен қадам еді. Терезе жақтауында көзілдірік киген әйел папкаларды парақтап отыр екен. Сәлеметсіз бе? Талап арыз өткізейін деп едім. Әйел құжаттарды алып қарап шықты да, басын изеді. Ажырасу. Мемлекеттік баж төленген бе? Міне, Әлия кеше Каспиймен төлеген түбіртегін ұсынды. Әйел түбіртекті арызға тіркеп, бірінші бетіне мөр басты. Қабылданды. Отырыс шамамен 1 айдан кейін белгіленеді. Шақырту поштамен сізге де, жауапкерге де барады. 1 данасы сізде, 1 бізде, 1 сотта қалады. Әлия өз данасын сөмкесіне салып, сот ғимаратынан шықты. Болды. Процесс басталды. 1 айдан соң 1-ші отырыс. Арман шақыртуды алғанда айқай шығаратыны анық. Зейнеп апада тыныш жатпас. Бірақ бұл енді солардың мәселесі. Жол жиегінде тұрғанда телефоны дірілдеді. Бейтаныс нөмір. Иә, Әлия, бұл Зейнеп апаңмын. Көршінің телефонынан соғып тұрмын. Сен менің нөмірлерімді бұғаттап тастапсың ғой. Иә, солай, деді Әлия нық дауыспен. Әлия жан, айналайын кел, адам сияқты сөйлесейікші. Мен де қателескен шығармын. Қызуқандылық таныттым. Мереке ғой, нерві деген. Өзің білесің ғой қалай болатын. Кел, кездесейік, бәрін жаймен талқылайық. Әлия үндемей тыңдап тұра берді. Енесі әрі қарай жалғастырды. Арманжан мүлде месеңгіреп қалды. Ішкені әрің, жегені желім болды. Әйелінен айырылдым деп жылайды. Мен оған айттым. Әлияны қайтару керек. Ол жақсы қыз, тек шаршаған ғой дедім. Расымен де, шаршағансың ғой, я? Демал. Сосын қайтып кел. Бәрін жаман түс сияқты ұмытамыз. Зейнеп апа. Әлия жолдан өтіп, метроға жақындады. Мен бүгін ажырасуға арыз бердім. 1 айдан соң сот болады. Арманға шақырту барады. Тұтқаның ар жағында тыныштық орнады. 5 секундтай. Сосын Зейнеп апаның даусы бірден өзгеріп, ащы шықты. Сен не істеп жатырсың, ақымақ?
Қандай ажырасу? Мен саған рұқсат бермеймін. Сіз рұқсат бермейтіндей, мен сіздің мүлкіңіз емеспін. Бұл менің құқығым. Мен бұдан былай ұлыңызбен тұрғым келмейді. Сен әлі өкінесің, деп шыңғырды Зейнеп апа. Мен Арманды баптаймын. Ол сотта сенің оңбайтын әйел екеніңді дәлелдейді. Адвокат жалдаймыз. Дәлелдеңіздер. Әлия мысқылдап қойды. Менде 3 жылғы хаттар сақтаулы. Ұлыңыздың тыныш отырамыз деп уәде бергені, сосын мамам қонақ шақырды, тамақ істе деп бұйырғаны, мені Макау деп қорлағаны бәрі бар. Сотқа қызық болады деп ойлаймын. Оңбаған. Мен сені отбасымызға қабылдадым, ал сен дәл солай. Хабарласпаңыз енді. Көршіңізге айтыңыз. Бұл нөмірді де бұғаттаймын. Әлия тұтқаны қойып метроға түсті. Терезеден өз бейнесіне қарап отырып, іштей бір жеңілдік сезінді. 3 жыл бойы осы әңгімеден қорыққан еді. Ал шын мәнінде бәрі оңай екен. Үйге келіп, шай ішіп отырғанда Арманнан хат келді. Демек, анасы жеткізген. Сотқа бердім бе? Шынымен бе? Мен оңайлықпен келісет деп ойлама. 3 ай татуласу мерзімін сұраймын. Ол уақытта есіңді жиярсың. Әлия жауап жазды. Сұрай бер. Бәрібір 3 айдан кейін ажыратады. Заң бойынша мен қарсы болсам, сені ешкім мәжбүрлей алмайды. Уақытыңды босқа құртқың келсе, өз еркің. Келесі 3 апта тыныштықта өтті. Әлия жұмыс істеді, кешке үйіне келіп, өзіне ұнайтын киноларын көрді. Арман бірнеше рет бөтен нөмірлермен хабарласты. Бірақ Әлия оның айқайына мән бермей, бірден өшіріп тастап отырды. 5 ақпан, отырыс күні. Әлия қара көк көйлегін киіп, шашын жинап, жинақланып сотқа келді. Есік алдында Арман мен Зейнеп апа тұр екен. Арман костюм киіпті. Енесі болса қабағын түйіп алған. Келдің? Сот сені жақтайды деп ойлайсың ба? Деді Арман. Ойламаймын, білемін. Әлия үндемей қастарынан өтіп орындыққа жайғасты. Зейнеп апа қасына келіп отырды. Әлия жан, айналайын, әлі де кеш емес. Арман сені кешіреді. Мен де. Қайтып кел. Бәрі баяғыдай болады. Баяғыдай болғанын қаламаймын. Менен аулақ жүріңізші. Залға кірді. Судья, елулердегі салиқалы әйел құжаттарды қарап шығып, Әлияға сөз берді. Некені бұзуды сұраймын. 3 жыл ішінде көзқарастарымыздың мүлдем бөлек екенін түсінді. Соңғы нүкте 31 желтоқсанда қойылды. Күйеуім ешкім болмайды деп уәде бергенімен, 15 қонақ шақырып, менің 12 сағаттық ауысымнан кейін бәрін істеуімді талап етті. Және мені қорлап, қолынан жұлқылады. Сол күннен бері бөлек тұрамыз. Арман орнынан тұрып, мен қарсымын. Әлия асыра сілтеп отыр. Жай ұрыс қой. Мамам ауырып қалды. Көмек керек болды. Мен 3 ай татуласу мерзімін сұраймын, деді. Судья Әлияға қарады. Татуласуға келісесіз бе? Жоқ. 3 жыл бойы күйеуім менің еңбегімді бағалаған жоқ. Анасының қорлауына жол берді. Міне хаттары. Әлия папканы ұсынды. Судья хаттарды оқып Арманға қарады. Жауапкер, бұл рас па? Арман үндемей жерге қарады. Зейнеп апа атып тұрды. Құрметті сот, мына келін несін айтып тұр? Мен оны бауырыма бастым. Ал ол... Сөз берілгенше үндемеңіз. Судья Зейнеп апаны тыйып тастады. Сонымен талап арыз қанағаттандырылады. Татуласу мерзімі берілмейді. Себебі себептер салмақты. Неке бұзылсын. Әлия терең тыныс алды. Болды. Арман соңынан жүгіріп шығып, білегінен ұстады. Мәссің бе? Отбасын бұздым. Қолымды тарт, деді Әлия суық дауыспен. Әйтпесе күзет шақырамын. Арман қолын босатты. Жүзі өртеніп барады. Мен сені ешқашан кешірмеймін. Маған сенің кешірімің керек емес.
Маған бостандық керек еді. Мен оны алдым. Дала суық. Әлия қар басқан жолмен метроға аяңдады. Көңілінде бір жеңілдік. 3 жылдық азап 20 минутта аяқталды. Үйіне бара жатып, Магнумға соғып, шағын Наполеон тортын сатып алды. Пәтеріне кіріп шайнек қойды. Торттан бір тілім кесіп, терезе алдына жайғасты. Ленадан хабарлама келді. Ну, қалай өтті? Әлия жауап жазды. Ажырастық. Торт жеп тойлап отырмын. Жарайсың, мықты бол. Әлия телефонын үстелге қойып, шайын соңына дейін ішті де, торттың екінші тілімін жеп алды. Сосын орнынан тұрып, терезеге жақындады. Шынының арғы жағында Алматының сұрғылт аспаны, жапалақтап жауған қар. Адамдар өз шаруаларымен асығып барады. Өмір жалғасуда. Оның да жаңа өмірі басталды. Енді ауысымнан кейін 15 адамға тамақ пісіріп шапқыламайды. Ененің айқайын естімейді. Таңғы 3-ке дейін біреудің кір ыдысын жумайды. Енді ол тек өзі үшін, өз еркімен өмір сүре алады. Бір ай өтті. Әлия пошта арқылы некені бұзу туралы куәлігін алды. Көкшіл түсті мұқаба, соттың мөрі, судьяның қолы. Ресми түрде еркін. Саусағындағы 3 жыл бойы шешпей таққан неке жүзігін алып, шкатулканың ең түкпіріне салып қойды. Лақтырған жоқ, жай ғана тарих ретінде алып тастады. Өмірінің бір кезеңі осылай аяқталды. Наурыз айында Лена демалыс күндері Түркістанға барып қайтуды ұсынды. Көңіл көтеріп, кесенелерді аралап, қаланың жаңа кейпін көріп, миды тынықтыру үшін. Әлия келісті. Пойызға билет алып, қонақ үй брондады. Түнде жолда әңгіме айтып, мәз-мейрам болып, термостағы шайды ішіп барды. Керуен сарайды аралап, әдемі суреттерге түсіп жүріп, Әлия кенет бір нәрсені түсінді. Ол осы 3 жылда алғаш рет өзін шынайы бақытты сезінді. Біреу үшін емес, біреуге өшігіп те емес. Жай ғана өз-өзімен бақытты. Алматыға жаңа күшпен оралды. Жұмыста лауазымын өсіруді ұсынды. Аға медбике Роза апай зейнетке шығатын болып, орнына Әлияны лайық деп тауыпты. Әлия бірден келісті. Жалақысы 450 мың теңгеге дейін өсті. Жұмыс кестесі де ыңғайлы болды. Тек күндізгі ауысым, түнгі кезекшілік жоқ. Өмірі біртіндеп ізге түсе бастады. Сәуірдің бір шуақты күні, жұмыстап қайтып келе жатқанда, кіреберісте оны таныс дауыс тоқтатты. Әлия, бұл шынымен сен бе? Бұрылып қараса, Марина. Арманның немере ағасының әйелі. Қолында Магнумның пакеттері Әлияға күмінше қарап тұр. Марина, сәлем. Сәлем. Тыңдашы, естідім. Арман екеуің ажырасып кетіпсіңдер ғой. Жағдайың қалай? Керемет. Әлия шын ниетімен жымиды. Бұрынғыдан әлдеқайда жақсы. Қуаныштымын. Марина басын изеді. Шынымды айтсам, Арман ажырасқан соң мүлдем Зейнеп апаның қасына көшіп алды. Соның қолында кішкентай бала сияқты. Апамыз оның үсті басын түгендеп, тамағын беріп, бәйек болып отыр. Арман толық кетіпті. Жұмысында да мәселелер шығып жатыр дейді. Кешігіп барады екен, тапсырыстарды үлгермейді. Зейнеп апа бүкіл туысқа Әлия баламды тастап кетті. Ол енді қиналып жүр, деп шағымданады. Әлия мысқылдап қойды. Қиналып жүрсе, өз таңдалы. Дұрыс айтасың. Марина пакеттерін көтерді. Маған бару керек. Өзіңді күт, жаным. Мен әрдайым сенің жағында болғаныңды білсең екен. Рахмет. Әлия қоштасып үйіне көтерілді. Үйіне кіріп киімін ауыстырып кешкі ас дайындауға кірісті. Пеште тауық етін пісіріп жатып, Арманның анасына қайтып оралғанын ойлады. Сол бір жаңа жыл түні айтқаны айдай келді. Мамаңмен қала бер. Ол қалды, ал Әлия кетті. Бір секундқа да өкінбейді. Сол күні кешке Тараздан анасы хабарласты. Әлияжан, жағдайың қалай балам? Іштей уайымдап отырмын, жалғыз саған қиын емес пе?
Мама, менде бәрі жақсы. Әлия диванға қисайып, телефонды құлағына басты. Шынымен, жұмысым ұнайды, айлығымды өсерді. Тыныш өмір сүріп жатырмын. Жаңа жылды қалай қарсы аласың? Осы жолы маған келші, бала кезіндегідей екеуміз ғана отырып өткізейік. Әлия ойланып қалды. Жаңа жылға дейін әлі 8 ай бар. Бірақ бұл ұсыныс өте тартым деді. Зейнеп папаның үйінде емес. Өзгенің ас үйінде емес. Риза болмайтын туыстардың алдында емес. Анасының үйінде. Тыныштық пен жылулықта. Барамын, мама. Міндетті түрде барамын, деді Әлия. Сөйлесіп болған соң, телефонды кеудесіне қойып көзін жұмды. Терезе сыртында үлкен қаланың у-шуы. Көліктер сигнал беріп жатыр. Балалардың күлкісі естіледі. Өмір өз арнасымен ағып жатыр. Әлия да сол ағыспен бірге өз жолында барады. Еркін, сабырлы және бақытты. Бір жылдан соң келесі желтоқсан келгенде, Әлия шынымен де таразға анасына барды. Көп азық-түлік алды. Екеуі бірге салаттар жасап, бауырсақ пісіріп, ескі суреттерді қарап мәз болды. 31 желтоқсан күні ас үйде шай ішіп отырып, терезеден жауған қарға қарап рақаттанды. Түн ортасы болғанда бокалдарымен түйістіріп құшақтасты. Жаңа жылыңмен ботам. Анасы Әлияның бетінен сүйді. Бұл жыл өткен жылдардың бәрінен де жақсы болсын. Ол қазірдің өзінде жақсы, мама. Әлия жымиды. Себебі мен қазір сенің қасындамын. Сонда емеспін. Бұл оның шын жүректен шыққан сөз еді.